Сәлем достар, қазір тренд болып жатқан жүрекшелері бар пирог дайындаймыз. Ол үшін 4 жұмыртқа, қант, жақсылап араластырамыз. Одан кейін сұйық май, сүт, қопсытқыш қосамыз. Араластырғаннан кейін ұнымызды қосамыз. Қамырымыз сұйық күйінде болу керек. Оның қамырдың кішкене бір бөлігін құйып аламыз бір ыдысқа. Бояуымызды қосып, қызыл түс қылып шығарамыз. Одан кейін дайын тұрған формаға сол қамырымызды құйып, бетіне жаңағы қызыл бояуымызды осылай шприцпен әдемілеп, асықпай құйып шығамыз. Сосын жүрекше қылдырып жүргіземіз таяқшамен. Одан кейін пеште 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады.